Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін мәтін бойынша видео жасап берілетін мүмкіндікке ие жасанды интеллекттің біріне тоқталмақшымын. Ол міне Flicky AI. Басты беті осы күйде ашылады, ағылшынша ашылады, басты беті өзіміз орыс тіліне аударып алуымызға болады. Немесе онша қатты түсінбейтіндерім жоқ, ауысып жүру керек. Мына жерде міне басты бетінен начать бесплатно басамын. Енді келесі шыққан терезеден маған қазірге видео керек тұр. Мына жерден қарап отырсаңыздар, енді әртүрлі қылып берген. Маған керегі видеоролик керек болып тұр. Осы видеоролик дегенді басамын. Мына жерде міне ұяшық бар ғой, осы ұяшыққа мен алдынан дайындап қойған мәтінімді көшіріп қоя қояйын деп тұр. Мен деген наурыз мерекесіне арналған мәтінімді көшіріп қоямын. Яғни мен наурыз мерекесіне арналған құттықтау видеосы керек дедім. Уақытында жазуға болады. Қанша уақытқа дейін керек, 2 минуттық, 3 минуттық деп, мен сол қысқа видео деп жазып қоя берем. 1 минуттық деген неді таңдалып тұр менікі. Арман қарай, мына жерге де міне файлды жүктеуге болады дейді. Мен ешқандай файл емес, сол жазылған мәтінім бойынша видео жасамақшымын. Ары қарай келесі жерде мына жерде мысалға міне өлшемдерін таңдайды. Портрет күйінде, квадрат күйінде, пейзаж күйінде дейді. Мен YouTube-қа салам, маған осы өлшеммен сала беретін боламын. Енді мына жерде жалпы шаблондар дейді. Әртүрлі. Мен қазір бұл жерден де бірінен таңдап көрем. Мысалға, мына түсті таңдай, ашықта түс екен, таңдап көрдім. Ары қарай қазір қалай шығатынын көретін боламыз. Келесі қадам. Бұл жерден көңілді ән дейін. Сел біздегі құттықтау. Мерекелік, наурызға арналған мерекелік құттықтау дедім. Аудитория дейді, менде қазақтар. Отбасы, достар, әріптестер деп белгілей берем, барлығын. Келесі. Мынау тілектер, шығып жатқан көп байқап тұрмыз ба? Көңілді құттықтау дейді, күлкі кетпесін дейді. Енді арман қарай далее деймін. Осы несімен жасап қазір көреміз. Мына жерде мен жасанды интеллект арқылы, енді мына жерге алып барамын да жасанды интеллект таңдаймын. Мына жерден типін таңдаймын, медианың типін. 3-ті модель дейді. Мына жерде глина дейді. 3-ті модельдер таңдап көрейін, не шығады екен. Звук бізде Айгүл дейді. Сосын Дәулет дейді. Жасанды интеллект байқасаңыздар, көбісінде осы қазақтың несінде Айгүл мен Дәулет қана жүреді. Ал Айгүлімізбен тұра берсін. Арман қарай көреміз. Обработкаға кетті. Жасалып жатыр. Қазір қандай видео шығатындығын бірге тамашалап көретін боламыз. Өздеріңізді кез келген тақырыпқа жасап көрсеңіздер болады. Менің қазір наурыз мерекесіне арналған құттықтау видеоролигімнің қалай болып шығатынын көреміз. Загрузкамыз толғанын күтеміз. Сайттың сілтемесін, платформаның сілтемесін төменге қалдырамын. Міне, яғни сіздерге де естілген болар дауыс. Бұл жерде музыка жоқ, бірақ
тоқтау жасалып шықты. Негізінде бұны музыкамен жасап шығуға болады. Бір жеріне аттар таңдамай кеттім ау деймін. Негізінде үстіне музыкада әуенді қойып шығуға болады. Енді бұл нені арман қарай біз қалай көшіріп аламыз? Қазір соған тоқталатын болам. Чат деген тұр не, өзіме көшіремін. Не, осы неде тұрсын. Бастау. Міне, көшірілді, яққа міне орнатылды, осы жерден жаңағы өзіміздің жасанды интеллект жасап берген видеомызды көре аламыз. Міне, яғни осылай қылып кез келген тақырыпта өзіміз видео жасап көруімізге болады. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, каналды қолдай отырыңыздар.